Ассаляму алейкум қыздар. Бүгінгі тақырып адамнан қолдау таппасаң. Қайтадан сол сұрақ: біз кімбіз? Бізді кім жаратты? Біз кімнің құлымыз? Шынайы қолдауды, шынайы разылықты, жүрек тыныштығын бізге кім береді? Таңдау, қалау, ойлану, өкіну, мұңаю, қайғыру, ашу, идея, күш-қуат барлығы тек қана Аллах Тағаладан. Өзіміз білеміз, қыздар, қараңыздаршы. Біз ауырып қалған сәттерде мүлдем бізде күш-қуат болмайды. Басқа нәрсеге қарауға да, ойлануға да, бір нәрсе істеуге де, жаңа бір істі бастауға да бізде ой да болмайды, идея да болмайды, күш-қуат, энергия, еш нәрсе болмайды. Сонда ойланып қарасаң, тафаккурды қоссаң, мен кіммін? Маған беруші кім? Менде не бар? Менде еш нәрсе жоқ. Шын мәнінде бұл солай. Бұл өте сондай керемет ілім, керемет білім. Ойланып қарасаң, тафаккурды қоссаң, шынымен менде еш нәрсе жоқ. Мүлдем. Неге? Себебі мен құлмын. Ал құлда еш нәрсе болмайды. Өте керемет. Енді қараңыз. Дәл қазіргі сәтте, мысалы, бізде сынақ болып жатыр. Сынақ не үшін? Яғни Аллах Тағала кез келген пендесіне сынақ жібереді. Соның ішінде өзінің сүйікті құлдарына сынақ жібереді. Және де сынақ міндетті түрде ол өзінің пендесін Аллаға жақындату үшін беріледі. Яғни біз Аллаға жақындауымыз үшін сынақ беріледі. Және де алдағы келе жатқан біздің мол ризығымызға Аллах Тағала біздің жүрегімізді дайындайды екен. Біздің жүрегімізді тәкаппарлықтан, өркөкіректіктен, менмендіктен тазалайды екен. Сондықтан сынақ келген сәтте ең керемет нәрсе ол көбірек истиғфар айту, 2 ракат тәубе намазын оқу, және де өзіміздің күнәларымыз үшін Алладан кешірім тілеу өте маңызды екен. Иншалла сондай этаптардан кейін иншалла бізге ризық келеді екен. Өйткені адам мен ризығының ортасында тас қамал тұрады. Сол қамалды сындыру үшін біз не істейміз? Біз тәубе етеміз. Өте көп тәубе ету керек. Яғни тәубе намазын оқып, Алладан кешірім сұрап, истиғфар айту өте маңызды екен. Және де ризық деген нәрсе ол идея. Мысалы, сіз сынақ болды, сынақтан аман есен өттіңіз, Аллах Тағала иншалла кешіреді бізді, кешірді, одан кейін Аллах Тағала иншалла бізге ризық жібереді. Ал ризық деген ол идея. Мысалы, идея, қараңыз, сізге бір жаңа іс бастауға Аллах Тағала идея салады сіздің миыңызға. Бірақ біз көбінесе ол идеяны өзіміздікі деп ойлаймыз. Яғни идеяның өзін біз меншіктеп аламыз. Ал біз меншіктейтіндей кімбіз? Біз ешкімбіз, біз құлмыз. Ал құлға ол идеяны кім береді? Алла береді. Сонда идеяның өзі Алладан. Соны саналы түрде түсіну өте маңызды екен. Менің өзім соны түсініп таң қалып жатырмын. Әрқашан, әр видеода сіздерге айтатыным, мен өзім осы нәрсені білгеннен кейін ғана бөлісемін. Бірақ мен де дәл сіздер сияқты жай ғана қарапайым адаммын. Бірақ мен білгішсінбеймін. Жай осы этапта білген нәрселермен сіздермен бөліскім келеді. Енді ризық деген идея болды. Яғни бізге бір іс бастау деген идея ойымызға келеді. Ары қарай ол идеяны іске асыру үшін бізге не керек? Бізге энергия керек. Ол энергияны беруші Аллах Тағала. Бірақ идея келген сәтте біз қандай ниет етеміз? Ол істі Алла разылығы үшін бастаймын деп ниет етеміз бе? Жоқ, әлде шайтан аузубилляхтың азғыруымен қорқу, үрей, өзімізге меншіктеу болып кете ма? Яғни
идеяның өзін біз өзімізге меншіктеп алсақ, бұл менің идеям, бірақ мен бұны іске асыра алмаймын, өйткені мен қорқамын, мынандай бұл нәрсе болмайды деген сияқты біз Аллаға тәуекел етпей, керісінше үрей, қорқыныш, күмән, күдік сол жаққа қарай кетіп қалсақ, біз оны іске асыра алмаймыз. Бірақ егер идея келген сәтте Аллах тағалаға тәуекел етсек, иншалла Аллах тағала бізге қосымша энергияны береді. Энергияның өзі, іс-әрекеттің өзі ол біздікі емес, ол Алланікі. Өйткені ауырған сәтте, өздеріңіз білесіздер, ауырып қалған сәтте біз соны сезінеміз. Біздің мүлдем еш нәрсеге халіміз жетпейді. Біз ойлануға да мұршамыз болмайды. Сонда Аллах тағала былайша айтқанда ауырған сәттің өзінде де бізге сондай нәрсені ойлануға уақыт береді екен. Машалла, қандай керемет. Енді энергия. Сізге Аллах тағала энергия берді, сіз сол идеяны іске асырып жатырсыз, қоғамға пайдалы болып жатырсыз, Алланың сүйікті құлдарына пайдалы болып жатырсыз. Бұл не болады? Бұл иншалла сауап болады. Ал сауап деген нәрсе ол екі дүние бақыты. Яғни бұл дүниеде де, ақыретте де иншалла бақыт болады. Тағы да айтқым келетін нәрсе, Аллаға құл болумен ғана мұсылман адам шынайы еркіндікке, жүрек тыныштығына жетеді. Бірақ егер Аллах тағаланың құлы болмасақ, біз дүниенің құлы болып кетсек, біздің мұқтаждығымыз ешқашан өтелмейді. Соны саналы түрде, жүрекпен түсіну аса маңызды екен. Өзіміздің кім екенімізді саналы түрде түсіну, яғни сұрақ қою. Мен кіммін? Мен құлмын. Менде не бар? Менде еш нәрсе жоқ, өйткені мен құлмын. Беруші тек қана Алла. Жай ғана Аллаға тәуекел етеміз. Болды. Адам дүниенің құлы болған кезде жүрегі тыныштық таппайды. Өйткені осы видеоның ең алғашқы тақырыбы адамнан қолдау таппасаң деп аталады. Яғни біз өзіміз Алланың құлымыз, және де біз дәл өзіміз сияқты өзге Алланың құлдарынан көмек күтеміз. Қолдау күтеміз, жылы сөз күтеміз. Бірақ шын мәнінде ол да дәл біз сияқты Алланың құлы. Ол да дәл сондай, ода да еш нәрсе жоқ, былайша айтқан кезде. Көбінесе қыз келіншектер өзінің күйеуінен қолдауды күтеді, жылы сөзді күтеді. Ол маған мынандай нәрсе істемеді, мынандай әпермеді деген сияқты осы нәрсеге біз кіріп кетіп жатамыз. Бірақ шын мәнінде ол да Алланың құлы. Ол да құл. Құлда не бар? Құлда еш нәрсе жоқ. Сонда барлығы бізге келетін ризық та, несібе де, энергия, бақыт, жүрек тыныштығы ол тек қана Алладан. Сонда ең маңызды нәрсе тек қана Алладан күту. Сол жүрек тыныштығын әр адамнан іздемес үшін біз Аллаға қайтуымыз керек. Міне қыздар, шешімі бұл проблеманың. Адамнан қолдау күтсеңіз, Аллаға қайту. Алланы тануға асығу. Жүректер Алланы ойлаумен тыныштық табатынын түсіну. Алланы әрдайым ойлап жүретін ортамен араласу. Егер сіз өзіңіздің қасыңыздағы адамдардан қолдау күтсеңіз, міндетті түрде Аллаға қайтыңыз. Аллам, Раббым, қолдауды тек қана сенен күтемін.